Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге шақшақтың ең керемет рецептісімен бөлісетін боламын. Мен көбіне осы рецепт бойынша жасаймын. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен шақшақтың қамырын дайындау үшін бізге 4 жұмыртқа қажет және 1 шай қасық қант, шым-шым тұз қажет. Венчикпен жақсылап араластырып аласыздар. Одан соң жарты шай қасық сода қосып, қамырды жақсылап илеп аламыз. Бетін 5 минутқа жауып қоямыз. Дайын болған қамырымызды 2-ге бөліп, ұнды сеуіп, жұп-жұқа етіп, қамырды жайып аламыз. Қамырды жайған кезде жұқа қылып жайыңыздар, себебі майға салған кезде көлемі ұлғайып кетеді. Қамырды неғұрлым жұқа қылып жайсаңыздар, соғұрлым чак-чактарыңыз қытырлап, әдемі болып пісетін болады. Енді дайын болған қамырды кесеміз. Бетіне ұн сеуіп алыңыздар. Қазір кескен кезде бетіне жабысып қалмас үшін. Дәл осындай көлемде кесіп аласыздар. Бұдан да жұқа қылып кессеңіздер болады. Алдын ала пісіретін ыдысымызға майды құйып, бауырсақ сияқты пісіріп аласыздар. Майды кішкене көптеу қыламыз. Дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай тез-тез пісіп қалады. Қатты қызартып пісірудің қажеті жоқ. Осылай араластырып тұрасыздар. Соңғы жағына келген кезде қатты көпіршіп кетуі мүмкін. Себебі құрамында сода болғандықтан май солай көпіршиді. Дәл осындай 2 табақ чак-чак шықты. Енді сиропын дайындаймыз. Су және қант, кез келген балды қолдансаңыздар болады. Негізінде балдарыңыздың сапасы жақсы болғаны дұрыс. Мен осындай балды қолдандым. Енді орташа отта бір қайнағанша осылай қайнатып аламыз. Негізі күнжіт қосу міндетті емес. Мен өзім күнжіт қосып алдым, осылай қызартып қуырып. Жаңа дайын болған сиропымызды жартысын осында, жартысын екінші табаққа құйып аламыз. Жақсылап араластырыңыздар. Негізінде күнжіт қосу міндетті емес, егерде ұнамайтын болса, қоспай қоссаңыздар да болады. Мен өзім осындай ыдысқа салып, қатырып алдым. Қолға жабысатын болғандықтан осындай бетіне пакет қойып, басып алдым. Бетін осылай пакетпен орап, холодильникке салып қоямыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Шаймен ішкенге өте дәмді шак-чак. Егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісіп отырамын.